есімім Мөлдір, сенімен танысқаныма қуаныштымын. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Бұл жерде мен саған бірнеше сұрақ қоямын. Ал сен сол сұрақтарға ашық, еркін түрде ойыңды жеткізуің керек. Келістік қой? Жарайды. Керемет. Ендеше бірінші сұрақ, президент деген кім сенің ойыңша? Қасым-Жомарт Тоқаев. Дұрыс. Президент болу үшін адам не істеу керек? Президент қандай болу керек? Бәрін істей алу керек. Адамдарға жақын болу керек. Мектептерді бәрін істеп, өзі солай істеу керек. Егер сенде президентпен кездесетін мүмкіндік туса, сен ол кісіге не айтар едің? Қандай өтінішің, арыз шағымың? Мектептерді күшті қылып, мұғалімдер жақсы болып, мектептің іші өзгеріп, сондай қоятын. Тек мектепке қатысты, иә? Ал жарайды. Ал депутат деген кім? Депутат ол актриса, актер сахнаға шыққанда сахнада еркін болу керек. Естігенсің ба депутат дегенді? Естімегенсің, иә? Бірақ депутат деген сөз айтқан кезде көзіңе кім елестейді? Қандай адам елестейді? Бір ағайдың ағай. Бір ағай елестейді ма? Қандай? Сипаттап берші. Үлкен ағай сол. Үлкен ағай, костюм киіп алған ба? Сондай адам елестейді, иә? Қалай ойлайсың, депутаттар не істейді? Жұмыс қандай олардың? Олар актер, актрисадарға келеді ойлаймын. Солай ойлайсың ба? Жарайды. Егер сен депутат болсаң, не істер едің? Қандай жұмысты атқарар едің? Актриса болғым келіп тұрады. Сен депутат емес, актриса болғың келеді, иә? Керемет онда. Ал әкімдер кімдер? Әкім деген кім? Әкім деген ең үлкен адамдар еще олар көмектеседі, үлкен жұмыстарды істейді ол. Иә. Сені егер біз осы қаланың, Шымкенттің әкімі қылып сайласақ, Шымкентте қай проблеманы бірінші орында шешеді? Мусор туралы өңдеу керек содарды. Мусор әкелетіндер мусорға тастайтын бар, ол қоқыс жерлерді. Сояқта бәрін өңдеп тастау керек. Өңдеп тастау керек? Қағазға бөлініп дегендей. Экологиялық жағдай, сол кезде табиғат та, қала да таза болады, сенің ойыңша. Керемет. Інжу Маржан, парақорлық, жемқорлық деген сөздерді естуің бар ма? Естіп көрмеймін. Білмейсің ба? Ал мүмкін теледидардан, немесе үлкендердің арасындағы әңгімеден біреуге пара беріп ұсталыпты, немесе пара беріпті деген әңгімелерді естігенсің ба? Жоқ, ешкім айтпады ма сондай? Білмейсің, иә, не екенін? Ал жалпы не ойыңа келеді сол сөздерді естіген кезде? Пара, жемқор деген сөздерді естіген кезде. Жемқор деген бір ашқақтың несін. Ашқарақ елестей ма? Бұдан былай да естімеуге тілектеспін, ондай сөздерді білмегенің де дұрыс, бірақ пара берген де алғанда ол дұрыс емес нәрсе. Параға жоламау керек. Енді біздің қорытынды сұрағымыз, елестетіп көр. Сен көшеде кетіп бара жатқан кезде алдыңнан бір қап ақша шықты. Ашып қарап санасаң, ішінде 1 миллион теңге бар екен. Ақша қолыңда тұр, жан-жағыңда ешкім жоқ. Сол ақшаны не істейсің, неге жаратасың? Сол ақша жоғалтып алған адамды қайтарып беру. Іздейтін сон ағайды. Ал егер дәл сол ақшаны сен өзің ұтып алсаң лотереядан, неге жұмсайсың? Үйді істеуге, сосын машина алуға, сондай заттар құртатын. 1 миллион теңге жетеді деп ойлайсың ба? Жеткізесің, иә? Керемет. Інжу Маржан, енді осы біздің бағдарламаны тамашалап отырған өзіңнің қатарлас, замандас құрдастарыңа қандай ақыл кеңес айтасың? Айтарың болса, мына камераға қарап айта берсең болады. Анам, мен сіздерге жақсы тілек, аман болыңыздар.
барсыздар әдепті жақсы оқымалы болыңыздар. Оқымысты болыңыздар, білімді болыңыздар дейсің. Маржан, рахмет. Біздің бағдарламаға келіп, шынайы сұхбат бергенің үшін саған алғысымды білдіремін. Барлық арман тілектерің орындалсын, сабағыңды жақсы оқы, білімді бол, президент бол деп саған тілек білдіремін. Рахмет, сау бол. Сау болыңыз.